Бауырға басқаны үшін, даладай дархан пейілі, жанындай мөлдір аспан үшін. Қамқалы тонын кигізіп, ас суын алдан тосқан үшін. Тіліміз бен ділімізді сақтап, қатарға қосқан үшін. Ризамын қазақ халқына. Елімізде 1 наурыз алғыс айту күні 2016 жылдан бастап атап өтілуде. 2016 жылғы 14 қаңтарда Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қазақстан Халқы Ассамблеясының құрылған күні 1 наурызды алғыс айту күні ретінде жариялап, жарлыққа қол қойған болатын. Алғыс айту күні бұл ең алдымен елімізде тыныштық пен үндестік, өзара сенімділік пен барлық қазақстандықтарға деген құрметтің орнығуына негіз болған елбасының бейбітшілік пен келісім саясатының салтанатты күні. Алғыс айту күні қайырымдылық дәстүрлерін, әлеуметтік ынтымақты және өзара көмек көрсетуді қолдау күні. Алғыс айту күні тағдыр тәлкегімен Қазақстан жеріне еріксіз қоныс аударған түрлі этностардың миллиондаған өкілдерінің құтты қонысына айналған қасиетті қазақ жері мен қонақжай қазақ халқына терең тағзымының белгісі. Алғыс айту күні репрессия мен жер аудару жылдарындағы біздің халық көрсеткен мейірімділік пен ақкөңілділік, қолда бармен бөлісу, көмек көрсету сынды рухани дәстүрлер күні. Алғыс айту күні мейірімділіктің, бүкіл қазақстандықтардың бір-біріне деген достығы мен махаббатының жарқын мерекесі.